Әріптестер, мына макапы бар ғой, осының ішіне кіресіз ғой, макапқа кіргенде мына бір мынаның кез келген түрінде неше түрлі варианттары бар, сонымен жасай бересіздер ғой өздеріңіз. Посмотреть большені басамыз. Ол кезде осылар үлкен кеңінен ашылады. Мысалға мына киімдердің өзі бейнеленген көптеген нұсқалары бар. Мысалға устройствода ноутбукке байланысты, телевизор суреті бар сияқты мысалы шығады. Осыны қарауға да болады. Мен көбінесе мына вариантты аламын. Осыны қарайық. Мінекей, минимальный пакет. Мысалға, қазір мен видео жазып жатырмын. Мысалға мына суретті алайық, осыны өзгеріс жасап көрейін қазір. Мінекей, түрлері бар. Мына жақта да өте көп. Ұнамаса таңдап алуыңызға болады. Мына жерге барамыз. Мына жан-жағын барлығы қалады да, тек мынаны ғана өзгертеміз ғой. Осыны басып, загрузить файлы, рабочий столда мен мысалға мен қай суреттерім бар. Мына жерден бір кез келген суретті алып қоя салуға болады. Немесе загрузкиге барайын. Загрузкиге барсам, мына жерде суретте көшіп таптым. Мына суретті қояйын. Бір жұмысқа байланысты осындай. Кейде осылай размер келе қалады. Кейде келмейді. Мысалы, сәл кішкене қарайып тұр төбесі. Осылай сәл үлкейтіп жібереміз да. Настройканы былай жасап жіберсек болады. Сосын применить басам. Инстаграмға бір пост салам ғой, Фейсбукқа. Осылай жасап аламын да, өзгертіп. Макапты осылай жасай салам. Бұл жерде өте анық, әдемі шығады, фондарды үйлестірсеңіз, түстердің барлығын. Мінекей осындай шығады. Осыны жүктеп алам, сосын Инстаграм, Фейсбукқа салам да, пост жазамын. Қазір сіздерге көрсетемін, қалай шыққанын барлығын. Мінекей дайын тұр қазір мына жерде. Мына алдында жасағаным ғой, міне. Мына күрішкеге де жасапты бір кісілер. Мынаны да жасайын деп ашқан ғой, мына. Дайын тұр дейді. Скачатьты басып жіберем. Немесе былай. Скачать дайын тұр мына жерде. Міне, жаңағы жасаған суретім осылай шығады. Сіздер де осылай жасаңыздар, көріңіздер. Өте қызық, тамаша.